Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен ішек қарыннан ерекше дәмді тағам жасадым. Сіздермен рецепті бөліскім келіп отыр. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жуамызды ұсақтап турап аламыз. Тавамызға сұйық май құйып, үстіне тураған жуамызды салып, қызарғанша қуырамыз. Жуамыз қуырғаннан кейін ұзыншалап туралған ішек қарынымызды саламыз. Дәміне қарай тұз салып, араластырып қуырамыз. Қуырғанша сәбізімізді ашып дайындап, ұзыншалап турап аламыз. Ішек қарынымыз піскеннен кейін сәбіз салып қуырамыз. Және де картоплымызды ашып, оны да ұзыншалап турап аламыз. Сәбізіміз қуырылғаннан кейін картоплымызды салып араластырамыз. Және дәміне қарай, және бір қасық қара бұрыш томат пастасын саламыз. Лавровый лист саламыз. Барлығын араластырып қуырамыз. Және макаронымызды суға қайнатып алатын боламыз. Суымызды алдын ала қайнатып, үстіне макаронымызды саламыз. Жақсылап араластырып, 20 минут қайнатамыз. Ішек қарынымыз қуырылғаннан кейін үстіне қайнаған суымызды батқанша құямыз. Және 15 минут бұқтырамыз. Макаронымыз үстіне ішек қарынымызды саламыз. Сүзіп, тәлекеге саламыз. Бетіне әсемдігі үшін укроп сепсеңіздер болады. Міне біздің ішек қарыннан жасалған тамағымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де үйден жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.